أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге шексіз нығметтерін берген, және нығметтерінің ең ұлысы болған ислам иман нығметін берген, бізді бір өзіне табынатын мұсылмандардан етіп жаратқан Алла субхана ва тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла субхана ва тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасына, оның сахабаларына және соларға қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла субхана ва тағаланың салауат, сәлемдері болсын. Алла субхана ва тағала осындай өзінің қасиетті үйінде, мешітте бізді Алла субхана ва тағаланы зікір ету үшін, Алла субхана ва тағаланы тану үшін жиналып отырған екенбіз. Осы отырыстарымызда Алла субхана ва тағала хадисте келгендей періштелердің алдында мақтаныш тұтатын, мақтаныш ететін және нұры болып, аспаннан сондай нұр болып көрінетін отырыстардан етуін, және осы отырыстың себебімен Алла субхана ва тағала баршылығымыздың күнәларымызды кешірген болсын. Міне иншалла бүгін Алла субхана ва тағаладан хайырын сұрап, иншалла сәттілігін сұрап, жаңа дәріс бастағалы отырмыз. Бұл бүгін бастайтын дәрісіміз иншалла ақида, яғни сенімге қатысты дәріс. Сенім бұл өте маңызды тақырып. Мұсылман адамның өміріндегі өте маңызды тақырып. Жалпы әлемде әртүрлі тақырыпта кітаптар өте көп. Сондай бір зерттеу жүргізген ғұламалар айтады, егер бір мемлекетте, мысалы өзіміздің мемлекетте, бір мемлекетте, бір тілде, бір күнде жарық көретін басылымдарды бір адамның алдына жинап берсе, оның 100 жылдай уақыт кетеді екен соны оқып бітіруге. Бұл бір күндік басылым. Яғни бір мемлекетте, бір тілде, басқа тілдерді алмайық, бір тілдің өзінде түрлі салаларда, түрлі тақырыптарда жарық көретін басылымдарды бір адамның алдына жинап беретін болсақ, оның 100 жыл уақытын алады екен соны оқып шығу үшін. Бұл да осы нені білдіреді? Бұл да болса, әлемде әртүрлі салаларда, әртүрлі тақырыптарда жазылып жатқан кітаптардың, басылып жатқан басылымдардың көптігін білдіреді. Яғни қазіргі кезде алып қарайтын болсаңыз, ғылым дамыған уақыт, бір саланың ішінде жүздеген тармақтар бар, жүздеген тармақтардың ішінде әрбір тармақта мыңдаған кітаптар бар. Яғни бір саланың ішінде, мысалы медицина саласын алып көретін болсақ, медицинаның ішінде мыңдаған салалары бар. Және әрбір салада оның қанша мыңдаған тармақтары бар. Және әрқайсысында тағы да мыңдаған әрқайсысына қатысты кітаптар жазылған. Яғни тек қана бір ғылымның ішінде. Одан кейін басқа ғылымдарды да ойлап көре берсеңіз болады. Тақырып өте көп. Тақырып өте көп. Енді мысалы, бір адамның үйінде осындай мешіттің көлемінде кітапханасы бар. Кітапхананың іші тола кітап. Мыңдаған
жүз мыңдаған тақырыпта кітаптар бар. Енді сол адамның бір аптадан кейін емтиханы бар. Егер сол емтиханнан сүрінбей өтетін болса, сол емтиханды жақсы тапсырса, өмірінде ол үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Оның алдынан үлкен мүмкіншіліктер ашылады. Енді сол үлкен кітапханасының ішінде 100 мыңдаған кітаптардың арасында бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты бірақ кітап бар. Егер ол адам ақыл иесі болатын болса, ол адам сол емтиханына қатысты кітапты алып оқиды. 100 мыңдаған кітаптың бәрін шетке қысырып қойып, ең бірінші оқитын кітабы сол бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты кітап. Неге? Себебі сол емтиханға дайындалса, сол емтиханнан сүрінбей өтсе, оның алдында үлкен мүмкіншіліктер бар. Үлкен мансаптарға қол жеткізеді. Сол үшін ол соған дайындалады, басқа кітаптарға қарамайды. Ал енді әлгі кісі сол емтиханға дайындалмай жүріп, емтихан өтіп кеткеннен кейін, немесе емтихан басталған кезде кітапты ашатын болса, оған оның пайдасы болмайды. Неге? Себебі алдын ала дайындалмады. Немесе уақыт өтіп кеткеннен кейін дайындалса, ол сол тақырыпты, сол емтиханға қатысты тақырыпты білді, жаттап алса, бет-бетіне дейін. Бірақ емтихан өтіп кетті. Оған пайдасы болады ма? Әлбетте оның пайдасы болмайды. Сол үшін де ол адам өзіне керекті тақырыпты тиісті уақытта таңдай білу керек. Тиісті уақытта оқып соған дайындала білу керек. Ал уақыты келіп қойғаннан кейін, уақыты өтіп кеткеннен кейін ол тақырыпқа дайындалған пайдасы болмайды. Ал біз қазір айтып кеттік, әлемде мыңдаған, 100 мыңдаған тақырыптар, салалар бар, ғылымдар бар. Енді біз мұсылман ретінде соны қайсысын таңдауымыз керек? Қайсысы біз үшін маңызды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге өзінің хадисінде ең маңызды тақырыптарды үйретіп кетті. Және ол тақырыптар біздің емтиханымызға қатысты тақырыптар. Ертең Алла субхана ва тағаланың алдына барған кезде сұралатын тақырыптар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахих хадисінде айтады, адам баласы қабірге қойылғаннан кейін, адамдар тарқағаннан кейін, екі періште келіп, қабірге қойылған адамға 3 сауал қояды. 3 сауал қояды. Біріншісі, мән раббук, раббың кім? Екіншісі, мән набиюк, үшіншісі, мәдинук. Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не? Ертең біз қияметке барған кезде қандай дипломымыз болды, қай саланың маманы болдық, қай салада қызмет атқардық, ол туралы сұралмайды екенбіз. Ең бірінші сұралатын нәрсеміз ол Раббың кім? Қабірде бірінші қойылатын сұрақ бұл тақырыптың маңыздылығын білдіреді. Яғни біз үшін ең маңызды болған тақырып, ең маңызды болған ғылым ол ең бірінші Алла субхана ва тағаланы тану екен. Мән раббук, себебі бізге мән раббук, Раббың кім деген сұрақ қойылады. Раббысын бұл дүниеде танып, Раббысына иман келтірген адам, ол адам сұраққа иншалла қиналмай жауап береді. Және сол сұраққа, сол біліміне жараса амал сүрген адам, амал жасаған адам. Яғни біз сол мыңдаған тақырыптардың ішінен, 100 мыңдаған тақырыптардың ішінен, 100 мыңдаған басылымдардың ішінен өзімізге ең керекті, ең маңыздысын таңдай білуіміз керек. Әлбетте егер ақыл иесі болатын болсақ. Ол да болса біріншісіне екен, бірінші тақырып, ең маңызды тақырып, ол қабірде бірінші қойылатын сұраққа қатысты тақырып. Мән раббук, Раббың кім? Енді
біз әлгі имтиханға дайындалмаған адам сияқты дайындалмай жүретін болсақ, ертең қабірге қойылған кезде, біз ақиқатты білген кезде соған иман келтіріп жатсақ, оның пайдасы болмайды. Адам бұл дүниеде Раббасын танымай жүретін шығар, Раббысына иман келтірмейтін шығар. Бірақ ертең өлім келген кезде, жан алқымға келген кезде, адам шындықты көреді. Шындықты көреді. Шындыққа мойынсынады, шындыққа иман келтіреді. Оған дәлел Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ваджаат сакратул маути бил хақ." Өлім шындықты алып келді дейді. Және аяттың жалғасында айтады: "Фабасарука ал-яума хадид." Келесі аятта: "Бүгін сенің көзің өткір" деді. Сенің көзің өткір деді. Яғни адам баласы өлім сәті келген кезде шындықты көреді екен. Неге? Себебі шындық өлімді алып келеді. Өлім шындықты алып келеді. Және ол күні адамның көзі өткір болады. Бұл дүниеде сенбей жүрген, мойынсынбай жүрген адам бәрі өлім сәті келген кезде шындыққа көз жеткізеді. Бірақ оның пайдасы болады ма? Оның пайдасы болмайды. Фирауын да өліп бара жатып, шындыққа көз жеткізген кезде, шындыққа көз жетіп мойынсынған кезде не деді? Қал, айтты, Юнус сүресінде Алла Субхана Тағала келтіреді: "Аманту аннаху ла илаха иллаллази аманат бихи бану Исраил." Бану Исраил иман келтірген Раббыдан, яғни Алладан басқа ешқандай тәңірдің жоқтығына мен де иман келтірдім деді. Иман келтірді. Бірақ ол иманның пайдасы болды ма? Пайдасы болған жоқ. Алла Субханала Тағала оған жауап ретінде: "Әл-ана ва қад асайта қабл." Енді иман келтірдің бе? Енді ғана ма? "Ва қад асайта мин қабл." Бұдан алдын қарсылық істедің. "Ва кунта минал муфсидин." Және жер бетінде бұзғыншылардан болдың. Алла Субханала Тағала оның ақиқатты көрген кездегі сөзін қабыл еткен жоқ. Неге? Себебі ақиқат аян болған кезде, ақиқат паш етілген кезде, ақиқат алдымызға жайылып салған кезде оған иман келтіру пайда бермейді. Неге? Себебі ол нәрсенің бәрі ғайып еді. Біз бұл дүниеде ғайыпқа иман келтіруге бұйырылдық. Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде муминдердің бірінші сипатын келтіреді. Алиф лам мим заликал китабу ла райб. Бұл кітапта шак жоқ. Ла райба фи, шак жоқ. Худал лил муттақин. Тақуа болғандар үшін тура жол етіп түсірілді. Одан кейін Алла Субханала Тағала сол тақуалардың сипатын келтіреді. Бірінші сипаты аллазина юъминуна бил ғайб. Олар сондай тақуалар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайыпқа иман келтіреді. Ал енді ғайып. Мысалы ғайып деген не? Ғайып деген яғни біз білмеген, көрмеген нәрсе. Ал енді оны көргеннен кейін ол ғайып болудан қалады. Ол ғайып болмай қалады. Ал ғайып болмай қалған кезде оған иман келтірудің, оған сенудің пайдасы болмай қалады. Мысалы, пайғамбар кім? Пайғамбарды бір ғұламалар мынандай жақсы бір мысал келтіреді. Пайғамбар деген ол таудың шыңында отырған адам сияқты дейді. Таудың шыңында отыр. Біз таудың мына бетінде, арғы бетін көріп тұрған жоқпыз. Әлгі пайғамбар таудың шыңында отырып алып, таудың мына бетінде мынандай нәрселері бар, мынандай нәрселері бар деп хабар беріп отыр. Сіз оны көріп тұрған жоқсыз. Себебі ар жақ сіз үшін ғайып. Алла Субханала Тағала сол ғайыпты білдіруге өзінің сүйікті құлын таңдады. Сол құлы бізге хабар беріп жатыр. Біз оған иман келтіруіміз керек. Ал енді тау орнынан жылжып, пайғамбар хабар беріп отырған нәрселердің бәрі көзіңіздің алдында көрсетілсе, онда ол ғайып болмай қалады. Ал ол кезде иман келтіргеннің пайдасы болмайды.
Сол үшін де біздің әрқайсымыз бұл дүниеде өзімізге ең керекті нәрсені, ең керекті тақырыпты бірінші таңдай білуіміз керек. Мысалы, небір адамдар бар, өмірінің бәрін бір болмашы нәрселерді іздеумен, болмашы нәрселерді оқумен өткізеді оқу. Сондай адамдар бар. Гректердің миф кітаптары бар. Яғни аңыз. Құдайларының соғысқаны, бір-бірімен төбелескені, біреуісіне біреуі ренжіп, құдайдың баласы Геркулес үйтті, битті. Сол нәрселерді жаттап алған. Ал бірақ ол қандай ғылым? Немесе ол қандай мағлұмат? Арабтарда мындай сөз бар. Айлмун бихи ла янфа, жахлун бихи ла ядур. Яғни оны білу пайдалы емес, оны білмеу зиянды емес. Яғни сондай нәрселер бар. Сіз оны білсеңіз, ол сізге бір пайда келтірмейді, білмесеңіз, сізге бір ешқандай оның зияны жоқ. Адамдар кейде сондай тақырыптармен, сондай салалармен өмірін әуре қылып босқа өткізіп алады. Мұсылман адам, ақыл иесі ең бірінші, ең маңызды тақырып таңдау керек. Ол қандай тақырып? Біріншісі, мен раббук, раббың кім? Себебі әрбір ақыл иесі өзіне мына үш сұрақты қою керек. Мен қайдан келдім? Мен қайдан келдім? Бұл дүниеде не істеп жүрмін? Не істеу үшін келдім? Және қайда барамын? Осы үш сұрақ. Яғни әрбір ақыл иесі бұл дүниеге келген кезде бұл дүниенің қызықтарына мәз-майрам болып, уақытын бекерге өткізіп алмастан осы үш сұраққа жауап іздеу керек. Мен қайдан келдім? Не үшін келдім? Және қайда барамын? Ал бұл сұрақты бізге үйрететін, бұл сұраққа бізге жауап беретін ол әлбетте Алла субхана ва тағаланың кітабы Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Яғни ақида білімі, сол Құраннан, хадистен алған ақида білімі бізге қайдан келдік, не үшін келдік, қайда барамыз, бізге не дайындалды, бізді кім жіберді, не үшін жіберді, соның бәріне жауап береді. Сол үшін де мұсылман адам ең бірінші болып Раббысын танытатын білімді оқу керек. Раббысын танытатын білім ол иман, ақида. Яғни әртүрлі атаулар бар. Осы ақида білімі, ақида сабағы. Себебі осы мәселеде көптеген адамдар адасқан. Раббысын дұрыс танымай, Раббысына серік қосып жүргендер бар. Мүлден басқа нәрселерге табынып кеткендер бар. Ал ертең қияметке барған кезде жәннаттан үмітіміз болса, онда бірінші Алла субхана ва тағаланы тани білуіміз керек, танығанда да дұрыс тани білуіміз керек. Егер Алла субхана ва тағалаға деген сеніміміз қисық болатын болса, бұзық болатын болса, ол әлбетте пайда бермейді. Ол пайда бермейді. Сол үшін де Алла субхана ва тағаланы тану керек, және дұрыс тану керек. Одан кейін жалпы Алла субхана ва тағалаға адам иман келтірген кезде бақытқа қол жеткізеді. Тек қана ақиреттік бақыт емес, бұл дүниенің де бақыты. Себебі Алла субхана ва тағала Құран кәрімде өзінің иман келтірген құлдарының, ізгі амал істеген құлдарының жақсы өмір сүретіндігін Алла субхана ва тағала бізге білдіріп қойды. Ол адам бұл дүниеде де, о дүниеде де бақытты болады. Бақытқа қол жеткізеді. Себебі Аллаға деген иманның, ақиданың адамның өмірінде атқаратын рөлі өте зор. Өте маңызды рөлді атқарады. Мысал,
басқа елдерді алып қарайтын болсаңыз, өкінішке орай біздің қоғамда да иманның әлсіздігінің себебінен адамдар имандылықтан ұзақтағандықтан өзіне қол жұмсау, неше түрлі жолдармен өзін өлдіру көбейіп кетті. Суицид деген нәрсе тағы да сол сияқты. Неге? Себебі Алла субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Мен а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Кім менің дінімнен бет бұратын болса, ол қор болған өмір сүреді деді. Сондай қорлықта өмір сүреді деді. Ал енді кімде-кім Алла субхана тағала иман келтірсе, бұл дүние сынақ дүние екенін білсе, ертең ақиретте жәннат немесе тозақ үшін жаратылған білетін болса, ол адам бұл дүниенің қиыншылықтарына, бұл дүниенің азаптарына ол әлбетте сабыр етеді, оны күліп қарсы алады. Неге? Себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтқандай, адамның аяғына кірген тікеннің өзі де ол үшін каффарат деді. Яғни мұсылман адамның аяғына тікен кірсе, оның өзі каффарат деді. Сол үшін де ол оның каффарат екенін, бұл дүние сынақ дүниесі екенін, ертең мәңгі дүние бар екенін, нағыз бақыт немесе нағыз азап сол жақта екенін ол адам білген кезде, ол адам қиналмай бұл дүниеде жақсы өмір сүреді. Сол жақында бір жағдай болды. Екі адамға қатысты. Екі адам да зиян шегіп тұр. Енді бір жағдай болып қалды. Енді соның бірі мұсылман, намаз оқиды, екіншісі намазда жоқ. Яғни бір материалдық шығынға ұшырады екі адам. Сонда екеуінің позициясы қарап тұрсаңыз, яғни өзім куәгер болдым, екі түрлі. Біреуі Алланың жазғанында, Алла субхана тағала қайырлысын нәсіп етсін, қаддар Аллаху ма ша фаал, Алла субхана тағала тағдырымызға жазыпты, Алланың қалағаны болады деп сөйтіп сабыр етіп тұр. Екіншісі жанында тұр. Аузынан шеше де кетіп жатыр, әке де кетіп жатыр. Яғни бұғы аузының бәрі аузынан ақ ет кіріп көге шығып жатыр. Неге? Себебі ол арғы жақты көріп тұрған жоқ. Оның дәліне жоқ, тек қана ближнеймен жүреді. Ал мұсылман адам ол әрдайымны дәлінен жағып жүреді. Яғни ар жағында не күтіп тұр, ар жағында не бар, ол сонымен есептейді барлық. Сол үшін де әшейін бір кішкентай жағдайдың өзінде екі түрлі позиция. Ал енді үлкен мұсибат, үлкен проблема болып жатса, әлбетте әлгі адам әкең шешеңмен тоқтап қалмайды. Ол тағы да басқа нәрселерге ұрынады. Бірде бір оқиға есіме түсіп отыр. Бір жігіт Германияда оқып келген жігіт. Өзінің басынан өткен, немесе кездескен адамның сөзін айтып беріп жатыр. Бірде Қарағандыда болған кезде Германияда оқып келген бір жігіт айтады: мен бір күні бір досым, жүр мешітке барайық, намаз оқиық деді. Сөйтіп, маған мынандай ой келді дейді. Біз ол жақта түріктер өте көп. Германияда болсын, Голландияда болсын, ол жақта түрік бауырларымыз өте көп. Түріктер имамдық ететін мешіттер бар. Және сол Германия, яғни неміс халқының өзінен де имамдар бар, және исламға кіргендер бар. Әлгі жігіт айтады, мен айттым, жүр бір сондай ислам қабылдаған неміске барайық, имамға. Сол жерде намаз оқиық, танысайық. Исламды қабылдаған болса, не үшін қабылдады екен, соны сұрап бір. Яғни адам кейде басқалардың дінге келіп жатқанын естіген кезде өзінің иманы артады. Өзінің дініне деген оның сүйіспеншілігі, махаббат артады. Сонымен бір мешітке бардық деді. Имамы неміс. Намаз оқып болдық, намаз оқып болғаннан кейін барып
осындай елден келген бауырларыңыз едік, сізбен таныссақ, отырып пікір алыссақ деп айттық деді. Әлгі кісі күліп қарсы алып, жарайды, келіңдер, танысып, сіз қалай исламды қабылдадыңыз, не себеп деген сұрақ қойдық деді. Сонда былай деп айтыпты. Бір күні бізге мен өзім больницада врач болып істедім, бір ауру бала түседі, жас бала. Қызуы қатты көтерілген, ыстығы көтерілген, денесі жанып бара жатыр. Мына жағын тексереміз, ана жағын тексереміз, еш себебін таба алмаймыз деді. Көп ұзамай сол бала қайтыс болды. Кейін тағы бір бала түсті, тура сондай аурумен. Тағы да себебін таба алмады. Ол бала да қайтыс болды. Бір күні өзінің баласы тоже сондай ауруға шалдығады. Сөйтіп ол баласы да қайтыс болады. Сол кезде, сол баласы ауырған кезде, одан алдын бір бала түскен кезде, жанымда бір түрік, мұсылман врач кісі бар еді. Сол кісі айтты деді, бұларды сүндетке отырғызу керек деді. Сүндетке отырғызу керек. Мен айттым, сүндетке отырғызудың бұған қандай қатысы бар? Оның басқа себеп болуы мүмкін, бұл ешқандай себеп болмайды деп, оның сөзіне құлақ аспадым. Бір баласы өзінің қайтыс болып кетеді. Бір күні тағы бір баласы сол ауруға шалдығады. Сонда екінші баламнан да айырылатын болдым ғой деп қатты қайғырып, әлгі түрік кісіге, балам саған тапсырдым, не істесең істе деп, өзі больницадан шығып кетеді, ауруханадан. Сөйтіп әлгі кісі оны сүндетке отырғызады. 2-3 күннен кейін ыстығы түсіп, қайттан табиғи жағдайға келді. Ананы көріп таңғалған, не себеп бол, қалайша бұны қайдан білдің деген кезде, бізде кішкентай кезімізден үйрететін еді. Бұл сүндетке отырғызу, бұл да бір гигиена, тазалықтың бір түрі, біздің дініміз бұған бұйырады. Ал адам қашан сүндетке отырғызылмаса, сол қазіргі кезде де көптеп болып жатыр, сол ауруларға адамдар үлкейген кезде шалдығып, сүндетке отыруға мәжбүр болды. Сөйтіп ол жерге неше түрлі микробтар жиналады, сөйтіп ауру пайда болады. Яғни мен басқа жерден таппағаннан кейін сол себеп шығар деп сөйтіп айтқан едім. Сонда әлгі кісі, мен саған ертерек құлақ асқанымда бірінші баламнан айырылмас едім, саған бекер құлақ аспаппын деп, сендердің діндерің қандай дін бұндай тазалыққа бұйыратын, қандай ерекшелігі бар бұл дініңнің деп, енді дінге қызықты, ислам дініне. Сонда әлгі түрік кісі айтыпты, біздің жолдың арғы бетінде больница бар. Больницада аурухана бар, ауруханада психолог маман бар. Ол психолог маманға әркім барып, сондай күйзеліске ұшыраған, қиналыста жүрген адамдар барып мұңын шағады. Сөйтіп одан кеңес, ой пікір, насихат алады. Әлбетте әрбір барған адам жазылады. Аты жөні, басқасы жазылады. Қандай жағдайда жүрген, басқасы бәрі тіркеледі. Сол жерге барып көр депті. Мұсылмандарды табасың ба деп. Сөйтіп әлгі кісі қызығып барып көрсе, тізімде тек қана өздерін, яғни христиандар. Мұсылмандар жоқ ішінде. Неге? Себебі шынайы мұсылман адам Алла субхана тағала иман келтіреді. Бұл дүниенің уақытша дүние екенін біледі. Біз бұл дүниеде Алла субхана тағала құлшылық жасау үшін бұл дүниеге Алла субхана тағала бізді жібергенін, және бізді мәңгілік өмір күтіп тұрғанын біледі. Ол бұл дүние уақытша дүние екенін, сынақ дүние екенін білгеннен кейін ол күйзеліске де ұшырамайды, ол қиналмайды. Яғни ол ондай психологический ауруларға ұшырамайды. Неге? Себебі Алла субхана тағала айтып қойды. Біз оған сондай жақсы өмір беріп қоямыз.
Ал исламнан бет бұрған адам, басқа бұзылған, жалған діндерде жүрген адамдар, ол әлбетте Алланың діні болмағандықтан, немесе өзгеріске ұшыраған, бұзылған дін болғандықтан да, ол адамның барлық қажеттіліктеріне, сұраныстарына жауап бере алмайды. Жауап бере алмайды. Сол үшін де адамдар сондай күйзелісте, қиналуда жүр. Алла субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Уа-ман яттақиллаха яджъал лаху махраджа." Кімде-кім тақуалық жасаса, Алладан қорықса, Алла субхана тағала оған өзі махрадж, яғни шығатын жол, қандай да бір тығырыққа тірелсе, Алла субхана тағала өзі шығатын жол өзі көрсетіп қояды, өзі беріп қояды. Адамдар егер барлығы Аллаға иман келтіріп, бұл дүниенің ақиқатын түсінсе, адамдар бұндай проблемада болмас еді. Сол үшін де Алла субхана тағаланы тану, Аллаға иман келтіру, бұл дүниенің ақиқатын түсіну, жаннат тозаққа иман келтіру адамды бұл дүниеде қиыншылықтан, күйзелістен, сол нерв жүйесінің ауруларынан бәрінен адамды құтқарады. Сол үшін де мән раббук, Раббың кім деген сұраққа жауап табу адамды екі дүниеде де бақытқа жетелейді. Ол дүниеде жәннатта болады иншалла, бұл дүниеде де жақсы өмір сүреді. Жақсы дегенде ол материалдық, әлбетте материалдық тұрғыдан болу шарт емес. Материалдық тұрғыдан болу шарт емес. Адам кедей өмір сүруі мүмкін, бірақ ол бақытты. Екінші бір адам бай, ақшасы тасып бара жатыр, жейм деген алдында, жемейм деген артында, бірақ сондай қор болған өмір сүреді. Неге? Себебі ғұламалар мынандай бір мысал келтіреді. Сіз бір үлкен пойыздың ішінде кетіп бара жатсыз деп. Үлкен пойыз ішінде ойын сауыққа керек нәрсенің бәрі бар. Ойын сауыққа керек нәрсенің бәрі бар. Телевизор дейсіз ба, DVD дейсіз ба, компьютер дейсіз ба, тағы да басқа не керек, ішінде бәрі бар. Бірақ ол вагонның әйнек терезелері жоқ. Бір жерге тоқтайды. Сіз қай жерге тоқтадық? Қай жерге тоқтадық дейсіз? Ешкім сізге жауап бермейді. Қайттан жүреді. Қайда кетіп бара жатсыз? Ешкім айтпайды. Бірақ ішінде барлық нәрсе бар. Ішінде барлық нәрсе болғанымен адам не қылады? Бұндай кезде сығылады. Даланы көрмесе, қай жаққа кетіп бара жатқанын көрмесе, қай жерге тоқтағанын білмесе, бағанағы пойыздың ішіндегі нәрселердің бәрі, ойын сауықтың бәрі оған қызық болмай қалады. Егер бір сәт тоқтап, ой жүргізетін болса, әлбетте, ой жүгіртетін болса. Ал енді сол ойын сауыққа мәз болса, әлбетте ол оны сезбеуі де мүмкін. Ал енді екінші бір адам сондай арзан, ішінде еш нәрсе жоқ, пойызда кетіп бара жатыр. Бірақ әйнегі бар. Манкентке тоқтаса, Манкентке тоқтағанын біледі. Ары қарай Түлкібасқа тоқтаса, Түлкібасқа тоқтағанын біледі. Біраздан кейін Таразға жететінін біледі. Ол адам өзінің қайда кетіп бара жатқанын, қайда бара жатқанын біледі. Ол әйнек терезесі жоқ, үлкен комфорт пойыздан гөрі әлгі арзан болса да, бірақ даланы көріп отыратын пойыз жақсы. Сол үшін де адам баласы материалдық тұрғыдан ол жағдайы керемет болмаса да, бірақ өмірдің мағынасын түсінсе, ол байлықта, кедейлікте бәрі сынақ үшін берілетін түсінетін болса, ол адам әлбетте ол үшін күйзеліске түсіп, сол үшін өзіне қол жұмсап, сол үшін ол әртүрлі жүйкесі тозып, ондай психологический ауруларға ұшырамайды. Сол үшін де адамның өмірінде Аллаға иман келтірудің, ақиданың атқаратын орны ерекше, орны бөлек. Біз иншалла келесі сабақтарымызда осы ақида бізге нені үйретеді, біз не нәрсеге иман келтіруіміз керек, не нәрсеге куфр келтіруіміз керек, нені үйреніп барсақ, ертең қабірдегі сауалға дұрыс жауап береміз, иншалла соны үйренетін боламыз. Жалпы бұл ғылым ақида атымен танылды.
танылған. Ақида ол ақада сөзінен байлау деген, түйін қылып байлау. Яғни сондай, мысалы сіз бір жіпті алып жақсылап түйіндеп байласаңыз, оны арабша уқда дейді, түйін. Адамның сеніміне, иманға ақида деп айтылған себебі де ол әлгі түйіндей, ода ешқандай күмән болмайды, ол нық сенім болу керек. Яғни ол 100% сенім болу керек. Мысалы Алла 99% Алланың барлығына иман келтіріп, 1% болмай қалуы да мүмкін деген адам болатын болса, ол адам әлбетте мұсылман болмайды. Сол үшін де оны ақида дейді. Иътиқад ол сенім дегенде мағынаны білдіреді. Бұл өзі әрбір ғылым оның ішіндегі мағлұматқа қарай өзінің маңыздылығын, өзінің орнын алады. Оның артықшылығы да сол ғылымның қай мағлұматты, қай нәрсеге қатысты мағлұматты үйретеді, соған қарай оның артықшылығы белгіленеді. Сол үшін де арабтарда айтады, шарафул айлм би шарафил ма'лум дейді. Ілімнің шарапаты ма'лум, яғни сол білім үйрететін нәрсенің шарапатымен болады. Мысалы, бір ғылымдар бар, не дейді бізде, ағаш ұстасы. Ағаш ұстасы, плотник. Ағаш, ол да бір ғылым, оны да адамдар үйренеді. Енді сол ағашқа қатысты білім абзал ма, әлде, мысалы, екінші бір адам ветеринар, яғни мал дәрігері. Қайсысы абзал? Әлбетте мал дәрігері абзал. Неге? Себебі ол тірі жанмен, тірі жанға қатысты. Әлгі ағашқа қатысты, мынау тірі жанға қатысты. Ал енді ветеринардан гөрі, адам дәрігері, адамға қатысты саласы медицинаның ол одан да абзал. Неге? Себебі ол хайуанмен емес, адаммен айналысады. Ал адам әлбетте басқа барлық мақлұқаттардан абзал. Ал енді білім, бүкіл әлемнің жаратушысы Алла субхана ва тағалаға қатысты білім болатын болса, ол әлбетте ең абзал білім болады. Яғни, сол үшін арабтар айтады, шарафул айлм би шарафил ма'лум. Білімнің шарапаты ол нені үйретеді, соған қатысты. Яғни, мысалы, плотниктан гөрі ветеринардың әлбетте ол мамандығы абзал. Ветеринардан гөрі операция жасайтын не дейтін еді бізде? Хирург ол одан абзал. Неге? Себебі ол адамға қатысты. Мынау малдың жанын сақтап қалуға себепші болып жатса, екінші бір адам адамның жанын сақтап қалуға себепші болып жатыр. Ал ақида білімі бұл адамды бұл дүниеде де, о дүниеде де сақтап қалатын білім. Оны қысқаша, жалпылама, яғни қысқаша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап кетеді. Ол бәрімізге белгілі болған хадис Жибрил. Жибрил алейхиссаламға қатысты хадис. Омар радиаллаху анху айтады, бірде бізге бір бейтаныс кісі кіріп келді. Шашы қара, үсті киімі тап-таза, одан ешқандай бір сапардың, немесе бір шаршаудың әсері көрінбейді. Яғни бір ұзақтан келген адам емес. Себебі сапарда жүрген адам, әсіресе сол кездерде түйеде жүрген адамның үстінен сапардың белгісі көрінеді. Ол адамның үстінен ешқандай сапардың белгісі көрінбейді. Келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллямға келіп қарама қарсы тізесіне тізесін тигізіп отырып үш сұрақ қояды. Бірі иман деген не? Иман деген не? Екіншісі ислам деген не? Үшіншісі ихсан деген не? Яғни негізгі білімдер осы. Иман, ол біз не нәрсеге иман келтіруіміз керек? Алла субхана ва тағалаға иман келтіру, хадисте келгенде Алла субхана ва тағала иман келтіру, періштелеріне иман келтіру,
кітаптарына иман келтіру, пайғамбарларына иман келтіру, тағдырға иман келтіру және қияметке иман келтіру, ақиретке иман келтіру. Тағдырға иман келтіру, тағдыр бұл хадисте келмеген, жоқ, бұл хадисте келеді, бірақ Құранда иман келтіру жайында келгенде тағдыр анық келмейді. Оған не үшін Құранда келмегеніне иншалла кезінде тоқталып өтеміз. Қысқаша айтатын болсақ, ол Аллаға иман келтірудің ішіне кіріп кетеді. Себебі сіз Аллаға иман келтірген кезде Алла субханала тағаланың барлық нәрсені толық білуші, болған нәрсені және болатын нәрсені, әрбір адам не істейді және соңы не болады, ондан Алла субханала тағала біледі. Және біліміне жараса біздің тағдырымыз жазылып қойылды. Кейбіреулер ойлайды, Алла субханала тағала мәжбүрлеп жазып қойды. Жоқ, Алла субханала тағала ешкімді мәжбүрлеп жазып қойған жоқ. Бізге бәрімізге ерік берді, бірақ біз сол ерікімізді, сол таңдауды, қандай таңдау жасайтынымызды Алла субханала тағала алдын ала біледі. Және соны жазып қойды. Не тозақы, не жәннаты екенімізді. Яғни хадис бізге үш нәрсені үйретіп кетті. Иман, екіншісі ислам. Ислам ол бана қабірдегі, үшіншісі мәдинук. Дінің не деген? Яғни адам Аллаға иман келтіріп, Аллаға иманын дұрыстағаннан кейін оны үйренуге керек болған нәрсесі, ол одан не нәрсе талап етеді бұл дүниеде? Ол ислам, бойынсыну, амал. Және үшіншісі ихсан. Ихсан ол әлбетте ең иманның жоғарғы дәрежесі. Хадисте келгенде сен Алла субханала тағаланы көріп тұрғандай ибадат жасауың керек. Көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр. Яғни ғұламалар бұл хадистен алып екі дәрежеге бөледі. Біріншісі, адам сондай дәрежеге жетеді, Алла субханала тағаланы көріп тұрғандай ибадат жасайды. Яғни иманның шыңы. Мен Алла субханала тағала өзін Алла субханала тағала алдында тұрғандай, Алла субханала тағаланың алдында тұрып құлшылық жасап тұрғандай сезінеді. А егер ол дәрежеге жете алмасаң, деп пайғамбар саллаллаху яғни хадистің шархы, онда Алла субханала тағала сені көріп тұр. Яғни Алла субханала тағала мені көріп тұр деген сезімде сол дәрежеде болу. Яғни екеуінің арасындағы айырмашылығы, мысал ретінде алатын болсаңыз, мысалы, сіз бір елдің президентінің алдына кіріп тұрасыз. Президенттің алдына кіріп тұрасыз. Енді ол жерде әлбетте сезім басқаша болады. Енді екінші дәреже хадистегі келген, яғни жақындататын болсақ мысалмен, ол сіз бір жерде отырсыз, ол жерде видеокамера тұр. Және сізді сол елдің президенті бақылап отыр. Яғни біріншісі сіз алдында тұрсыз, екіншісі видеокамерамен сізді бақылап отыр. Әлбетте сіз басқа жақта болған кезде, бірақ бізге видеокамера қарап тұрған кезде, біз тура алдындағыдай сезім болмайды сізде. Одан сезім төмендеу болады. Сол үшін де бұл ихсан деді. Енді біздің үйренетініміз сол иншалла хадисте келген иман не деген? Иман ол ақида, яғни ол сол иманға қатысты. Бірінші ол сенім. Біз не нәрсеге сенуіміз керек? Қалай сенуіміз керек? Және иншалла біз осы сенімге қатысты имам Абу Джафар ат-Тахауи, ислам әлеміндегі өте танымалы болған, өте мәшһүр болған үлкен ғалым, сол кісінің ақидаға қатысты мәтінін таңдадық. Мәтін, яғни мәтін дегеніміз қысқаша жазылған ақидаға қатысты сөздер. Имам Абу Джафар Тахауи бұл кісі, ол кісінің толық аты имам Абу Джафар. Абу Джафар яғни ол кунья делінеді. Араб тілінде кунья дейді. Кунья деген әкесінің баласының атымен.
пәленшінің әкесі деп атады. Сол Абу Бәкір. Абу Бәкір яғни Бәкірдің әкесі. Абу Джафар яғни Джафардың әкесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аттарының бірі Абул Қасим. Қасимның әкесі дейді. Және арабтарда әдет ұл балаға күние қойған кезде ұл баланың атымен қойылады. Ұл бала болмаса, онда қыз баланың атымен. Ал егер қыздары ұлынан үлкен болса да, бірақ баланың атымен қойылады күние. Ал егер тек балдар болатын болса, онда үлкен баласының атымен қойылады. Енді бұл кісінің Абу Джафар деген бұл күниясы. Абу деген әкесі деген сөз, Джафар, яғни Джафардың әкесі деген сөз. Аты Ахмад ибн Салама. Ахмад Саламаның ұлы. Ибн Салама, яғни оның әкесі Салама, Әл-Азди, Азд деген рудан. Әл-Хаджри, Әл-Мусри, Мысырлық. Мысырда дүниеге келген ғалым. Ат-Тахауи, яғни сол Мысырда Таха деген жерден. Әл-Ханафи, Ханафи ғұламасы. Бұл кісі 229 жылы дүниеге келген, және 321 жылы дүниеден өткен. 321 жылы дүниеден өткен. Бұл кісі мұхаддис, әрі-фақи, яғни мұхаддис дегеніміз хадис ғалымы. Фақи, фиқ ғалымы. Және басқа да пәндерде, басқа да салаларда танымал болған үлкен ғалым. Өмірінің басында бұл кісі Шафиғи мазхабында болған. Шафиғи мазхабында болған. Және имам Шафиғидің шәкірті имам Музани. Бұл кісінің арабша Халид, яғни дядясы. Дядя деген кезде ол көкесі, анасы жағынан көкесі, яғни нағашы көкесі. Бұл кісі кім болып келеді? Сонда имам Музаниге жиен болады. Имам Музанидің, имам Шафиғидің шәкіртінің жиені. Бұл кісі сол кісіден дәріс алып, басында Шафиғи болған, кейін Ханафи мазхабына өткен. Өтуінің себебін ол кісі өзі баяндап береді. Мен нағашы көкем имам Музанидің Ханафи мазхабындағы кітаптарды көп ақтарып, көп қарайтынын көрдім дейді. Яғни соны көп оқыған көрдім дейді. Мен содан көп нәрселерді алатын едім. Яғни ол кісі имам Шафиғидің шәкірті болғанымен кейбір мәселелерде басқа ғұламалардың пікірін алатын еді. Имам Абу Юсуф, имам Мұхаммадтарға қарайтын болсаңыздар, оларда сол нәрселерді істеген. Олар имам Абу Юсуф, имам Мұхаммад дегендеріміз имам Абу Ханифаның ең үлкен екі шәкірттері. Бұл кісі Ханафи мазхабының кітаптарын көп қарайтын болғандықтан, онда Ханафи мазхабына көп қарай берсе, неге онда мен біраталла Ханафи бола салайын деп. Яғни ол кісі Ханафи мазхабының дәлелінің сондай күштілігін көріп, олардың кітаптары кейбіреулер ойлағандай тек қана әлсіз хадистермен ғана толы деген сияқты кейбір адамдар ойда болады. Ондай емес екендігін көрген кезде имам Абу Ханифан, яғни бұндай үлкен ғұламалар мазхаб таңдаған кезде ол кісілер біз сияқты бір кісіден бір нәрсені естіп алып уралап өтіп кететін адамдар емес. Ол кісілер бәрін тексеріп, көріп, содан кейін өткен. Яғни басында Шафиғи болып, кейіннен Ханафи мазхабына өткен. Яғни осындай үлкен ғұлама. Ол кісі туралы Малики мазхабының, яғни басқа мазхаб, Малики мазхабының үлкен ғұламасы имам Ибн Абдул-Бар былай дейді: كان الطحاوي كوفي المذهب.
имам Тахауи Куфа мазхабында еді дейді. Яғни имам Абу Ханифа куфалық. Ол кісі куфалық мазхабта еді дейді. Алиман ли жамиъи мазахибил фуқаха. Және де басқа да фиқ ғалымдарының мазхабтарында ғалым еді дейді. Яғни ханафидегі кезде тек қана ханафи емес, ол басқа мазхабтардың барлығын білетін ғұлама еді. Яғни сөйте тұра ханафи мазхабын таңдауының өзі бұл мазхабтың ойыншық, әлсіз дәлелдерге тола мазхаб еместігін көрсетеді. Сонда үлкен ғұламалар ханафи мазхабын таңдап жатса, екінші біреулер бір-екі хадис оқып алып, бір-екі лекция оқып алып, ақиқаттың бәрі, дәлелдің бәрі басқа жаққа теңді, басқа жаққа ауып кетіп жатыр, өкінішке орай. Имам Захаби айтады ол кісі жайында. Кана фиқатан, табтан, фақихан, ақилан, лам юхлаф мислу, интахат илайхи биасату асхаби Аби Ханифата би Мысыр. Ол кісі сондай сенімді еді. Енді фиқа деген бұл тікелей аударғанда сенімді деген сөз. Бірақ оның терминдік мағынасы бар, хадис ғұламалары. Пәленші фиқа дейді. Пәленші фиқа дегені ол кісінің хадисі қабылданады деген сөз. Хадисі қабылданады. Яғни тоқыма хадистер көбейіп кеткен кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естіген хадистер, яғни сахабалардан, немесе табиғиндерден естіген хадистерін дұрыс жеткізе алмайтын адамдар көп пайда болған кезде ғұламалар Айлмул жарх ва таъдил деген кітап қойды. Сондай ғылым дүниеге келді. Ол білім адамдарды сараптайтын, адамдарды сорттайтын білім. Яғни мысалы бізге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деген кезде біз айтты екен демейміз. Ол қайда келді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны растан айтты ма? Оны кімдер жеткізді? Жеткізген адамдар кімдер? Соның бәрі қаралады. Оның бәрі қаралады. Ислам ғұламалары осындай басқа әлемде, басқа діндерде теңдесі болмаған, бұндай нәрсе болмаған, осындай жаңа ғылымдар алып келді дүниеге. Мысалы, басқа дін өкілдерінің кітабын алып қарайтын болсаңыз, Библияны өзін алып қарасаңыз, кім жазды, қашан жазды, белгісіз. Кім жазғаны, қашан жазғаны белгісіз. Керек болса, Айса алейхиссаламның өзінің айтқан сөздері, яғни Евангелие деп келеді. Евангелият Иоанна, Евангелият Матфея, Евангелият Луки. Иса алейхиссаламның тарихын бізге баяндап берген кісілер. Олардың өздері Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін қанша жылдан кейін дүниеге келген адамдар. Ең ерте жазғаны 80 жылдан кейін келген. Ол кімнен естіді? Оны айтқан адам кім білмейді. Оларда жоқ ол нәрсе. Бірақ бізде қазірге дейін Құранның өзі кімнен келе жатыр? Қай сахабалардан келе жатыр? Олардан кімдер оқыды? Оның бәрі санадымен, яғни тізбегімен келе жатыр. Хадис те тура сондай, фиқ та тура сондай. Яғни айлмул жарх ва таъдил деген. Жалпы ғұламалар ғылымға қатысты ереже қойған. Ислам ғұламалары ереже қойған. Бұндай ережені басқа дін өкілдері білмейді. Оларда жоқ бұл нәрсе. Ол мынандай ереже. Ин кунта нақилан фассиха ва ин кунта муддаиян фаддалил. Ин кунта нақилан фассиха. Яғни мағынасы. Бір нәрсені жеткізуші болсаң, онда оның дұрыстығы керек дейді. Оның шындығы керек дейді. Яғни қалай? Мысалы, білім екі түрлі болады. Бірі хабар. Екіншісі бір нәрсені дауа ету. Мысалы, пәленші ғасырда, мынандай бір ғасырда, мынандай бір қалада, мынандай соғыс болды. Бұл хабар ма? Болған нәрсе ғой. Ал енді, оны дәлелдеу үшін не керек? Оны дәлелдеу үшін
Саған кім жеткізді? Жеткізген адам кім? Сенімді адам ба? Жалған сөйлемейді ма? Оны тағы басқа бір адам естіді ма? Олар кімнен естіді? Ол естіген адамдар қандай? Жалғаншы ма? Немесе жалған сөйлемейтін адамдар ма? Олардың Құдайдан қорқады ма, қорқпайды ма? Яғни осылай несі керек дейді? Инкунта нақилан, бір нәрсені нақыл етіп, яғни бізге жеткізетін болсаң, шындығы керек дейді. Ал ислам ғұламалары бұл нәрсені, бұған қатысты ғылымды жақсылап пісіріп қойған. Мысалы хадис. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әрбір айтқан сөзі қай кезде айтты, қалай айтты, оның қандай риуаяттары бар, оны кімдер естіді, қанша жолдан келеді. Бұның бәрі ғылым. Екіншісі бір нәрсені дауа ету. Мысалы, бір адам айтса, жер күн жерде емес, күн жерде емес, жер күнді айналады десе. Оған саған кім айтты, кімнен естідің делінбейді. Оған дәлелдеп берді. Оған дәлелдеп берді. Яғни, бір нәрсені хабарын жеткізетін болсаң, онда оның шын екенін дәлелдеп берді. Ал енді бір нәрсені дауа ететін болсаң, мынау мынандай деп, онда оны да дәлелдеп берді. Бірақ екеуін дәлелдеу екі түрлі болады. Ал енді хадиске қатысты, хабарға қатысты, әлгі оны кімдер естіді, қай жерлерде келді, оны кімдер жазды, соған қатысты болады. Сол ғылымда адамдарды сараптайды. Бірінші дәрежелі, екінші дәрежелі, үшінші дәрежелі, оның тақуалық жағасын болсын, оның жаттау қабілеті болсын, барлығын ғұламалар зерттеп, хадисті бізге жеткізген 100 мыңдаған адамдардың бәрінің қарасаңыз, кітапты ашып қарайтын болсаңыз, пәленші, ол сенімді, жаттау қабілеті керемет, пәленші түгеншілерден хадис естіген, ұстаздары мынау деп барлығы жазылып тұрады. Екінші біреу, ол әлсіз, жаттау қабілеті әлсіз, ол адам жалған сөйлеуші, мыналардан хадис риуаят еткен, бірақ ол кісілермен өмірінде кездеспеген, яғни барлық әрбір кісінің несі жазылып тұрады. Данный. Бұл кісіні имам Захаби айтады, кәна фиқатан дейді. Фиқа деген, яғни тақуалық жағынан да, жаттау қабілеті жағынан да бәрі керемет, хадисі ойланбай қабыл етілетін адам. Бұл кісі сондай кісілерден дейді. Неге? Себебі имам Абу Джафар Тахауи хадисті риуаят еткен. Хадис риуаят еткен. Бұл кісінің хадиске қатысты Шарх Маанил Асар, Шарх Мушкилул Асар атты кітаптары бар. Өте керемет кітаптар, және басқа да кітаптар бар. Ең танымал кітаптары. Мушкилул Асар деген кітабы бұл қарама-қайшы хадистерді жинайды. Бір мәселеге қатысты қарама-қайшы хадистердің бәрін жинап, бұл жерде қарама-қайшылық жоқ, мынау мынаған қатысты айтылған, мынау мынаған қатысты айтылған деп бәрін баяндап береді. Және екінші кітабы Шарх Маанил Асар. Ол жерде имам Абу Джафар Тахауи өзінің санадымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан хадистерді риуаят етеді. Бұл кісіні хадис жағынан сиқа деген дәреже беріп отыр. Екіншісі фақихан дейді, фиқхта ғалым еді дейді. Үшіншісі ақилан, өте ақылды кісілерден дейді. Ләм юхлаф мислу, оған ұқсағандар болмаған дейді. Және Ханафи мазхабының басшылығы сол кісіге тоқтаған Мысырда дейді. Яғни Мысырдағы Ханафи ғұламаларының ең ұлысы болған дейді. Оны имам Захаби Тазкиратул Хуффаз атты кітабының бірінші бөлімі 81-ші бетінде келтіреді. Яғни бұл кісі осындай ғұламалар, үлкен ғұламалар, осындай деп тәзкия беріп жатқан үлкен ғұлама. Енді бұл кісінің мәтінін таңдауымыздың тағы бір себебі, орысша айтқанда общепризнанный. Яғни барлық тайпалар мойындаған кісі. Салафиде, халафиде, басқасы да барлығы имам Абу Джафар Тахауи деген кезде екі қолын көтереді, тоқтайды. Бұл кісіге қатысты. Неге? Себебі бүкіл үммет бұл кісіні мойындаған. Және бұл кісінің жазған осы ақидаға қатысты осы кітапшасында, кітапша дейміз бе, мәтінінде барлығы мойындаған. Оған қатысты ешқайсысы бұл дұрыс емес, мына жері адасқан, бұның ақидасы дұрыс емес деген
сөз айтпаған. Ал енді ондай әйгілі кісі, танымал кісі бір нәрсені айтып жатқан кезде, сөзін адамдар қабылдайтын кісі бір нәрсені айтып жатқан кезде, ол кісі қателесіп жатса, басқа ғалымдар әлбетте үндемей қалмайды. Мысалы, үлкен бір ғалым екінші бір ғалымның сөзін естісе, сөз адамдарға жететін, адамдар оның сөзін қабылдайтын, адам бір нәрсені айтып жатса, екінші ғалым дінге ашитын, жан ашитын болса, ол оның дұрыс емес екендігін баяндайды. Дұрыс емес екендігін баян етеді. Ал енді көшеде жүрген біреу айтып жатса, айтады, бұны кім тыңдайды? Яғни адамның авторитетіне қарай, ғұламалар да оның сөзіне яғни реакциялары оның авторитетіне қарай болады. Көшеде біреу жүрсе, бір нәрсе айтып жатса, ол мысалы кітап жазбайды. Көшеде бір адамды көрдім, мысалы пісте сатып жүрген адамды көрдім, мынандай сөз айтып жатыр, ол сөз адасу деп оған қарсы кітап жазбайды. Ал бірақ үлкен ғұламадан қате сөз шығып жатса, оның сөзі адамдардың арасында тарқайды. Ол кезде олар үндемей қалмайды. Енді имам Абу Джафар Тахауи, сондай үлкен ғұлама, осы кітапты жазған кезде ол кісіге мына кітабың дұрыс емес, бұл жерде сен ақидадан тайдың, бұзық ақидан бізге жеткізіп жатсың деп ешқандай ғұлама айтқан жоқ. Яғни бұл бүкіл үммет қабылдаған мәтін болып есептеледі. Сол үшін де біз осыны таңдадық. Неге? Себебі қараңыз. Бұл кісі бұл кітапты өмірінің аяғында емес, өмірінің басында жазған. Яғни, ал енді бұл кісі өмір сүріп жатқан кезде, мысалы, имам Бухари 256 жылы қайтыс болған. Ол кісі қайтыс болған кезде имам Абу Джафар Тахауи қанша еді? 27-те болады. 27-те болады. Себебі ол кісі 229 жылы туылған. Имам Муслим қайтыс болған кезде ол кісі 32 жаста еді. Имам Муслим 261 жылы қайтыс болған. Және имам Муслим хадис алған кісілерден бұл кісі де хадис алған. Яғни бұл кісі мен имам Муслим екеуінің шейхтары ортақ шейхтары. Имам Муслим де хадис алған, бұл кісі де хадис алған. Енді имам Абу Дауд қайтыс болған кезде имам Тахауидің жасы 46 еді. Имам Абу Дауд 275 жылы қайтыс болған. Ол кісімен де ортақтасып шейхтардан хадис алған. Ал имам Тирмизи қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 50-де еді. Имам Тирмизи бұл кісі 279 жылы. Яғни бұның бәрі хижри. Хижра бойынша 279 жылы қайтыс болған. Имам Насаи қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 74-те еді. Имам Насаи 303 жылы қайтыс болған. Және ол кісімен де ортақтасып, ол ортақ шейхтары бар. Хадистер риуаят еткен. Имам Ибн Маджа қайтыс болған кезде бұл кісінің жасы 44-те еді. Имам Ибн Маджа 273 жылы қайтыс болған. Ол кісімен де ортақтасып, ол кісінің шейхтарынан, яғни ол тек ол кісінің шейхтары болмайды, ортақ шейхтары бар. Бірге хадис алған кісі. Яғни осындай үлкен мұхаддис ғұламалар өмір сүрген кезде бұл кісі өмір сүрген және кітабы жазылған. Яғни білім қайнап пісіп жатқан кезінде бұл кісі өмір сүрді. Бұл кісіден имам Табаранилар риуаят етеді. Яғни осындай кезде, ол кітап жазылған кезде, әлгі ғұламалар бұл ақида дұрыс емес болғанда, ол ақидаға қарсы әлбетте жауаптар болар еді. Себебі имам Тахауи өте әйгілі ғұламалардан. Енді бұл шархты таңдауымыздың тағы бір себебі, бұл кісіге қарсы ешкім еш нәрсе демеген. Яғни адасушы басқа деген сөздерді айтпаған. Басқа ғұламаларға айтқан сияқты. Сол үшін де бұл кісіні бүкіл үммет қабыл еткендіктен де өкінішке орай бұл кісінің сөздерін бұрмалап
шарх етушілер бар. Бұл кісінің сөздерін бұрмалап, басқаша тәфсірлеп, қазіргі кезде көптеген шархтар таралып жатыр. Яғни бұзық шархты алып келеді, шарх деген түсініктеме. Сол кісінің сөзіне түсініктеме. Бұзылған шархты алып келеді, сонымен шархтап беріп, міне имам Абу Джафар Тахауидің ақидасы. Имам Абу Джафар Тахауи ақидасының кітабының басында не дейді? Бұл имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың ақидасы дейді. Сол кісілердің ақидасы деп соны келтіреді. Мұны көрдің бе, имам Абу Ханифаның ақидасы осы. Сен қалай бұл ақидаға қарсы шығасың? Деп адамдарды қисық шарықтармен жолдан бұрып алып кетеді. Көптеген шарықтар көбейіп кетті. Бірақ бәрінде ішінде бұрмалау бар. Сол үшін де біз иншалла осы шарықты, осы имам Абу Джафар Тахауидің мәтінін таңдадық. Яғни болашақта иншалла бізде қазіргі кезде пәленшінің ақидасы дұрыс емес, пәленші ақидадан кеткен, аналардың ақидасы адасу, мыналардың ақидасы мынандай деген сияқты сөздер бізде көп тарап жүр. Сол мәселелерге қатысты, яғни таласты мәселелерге де иншалла уақыты келгенде тоқтап кетеміз. Уақыт келген кезде тоқтап кетеміз. Және сол кезде бұл кісінің мәтіні қандай, және оған қатысты имам Абу Ханифа өзінің кітабында не деді, иншалла сол мәселелерге тоқтап кетеміз. Біз бұл жерде бәріміз имам, яғни бұл өлкелерде имам Абу Ханифа мазхабы болғандықтан да, имам Абу Ханифаны бүкіл үммет мойындаған әхлі сүнна уәл жамаа сахабалардың жолында ақидасы, сахабалардың ақидасына, пайғамбарымыздың ақидасына сәйкесті бүкіл үммет мойындаған және қабылдаған. Солай деп сенеді. Және бұл кісі имам Абу Джафар Тахауи, бұл имам Абу Ханифалардың ақидасының баяны деп басында айтып кетеді. Яғни бізде сол үшін де осы мәтінді көп адамдар басқаша шарх жасап бұрмалауда. Бұл жерде бұндай мағынада емес, мынандай мағынада деген сияқты сөздерді айтып, адамдарды бұрып алып кетуде. Иншалла уақыт келген кезде оғанда тоқтап кетеміз иншалла. Бұл осы мәтінді таңдауымыздың тағы бір себебі. Және бұл мәтінді таңдауымыздың тағы бір себебі, бұл мәтін егесінің, яғни имам Абу Джафар Тахауидің өзінің жазғандығында ешқандай шәк шубха жоқ. Яғни сәнәді жағынан, имам Абу Джафар Тахауидің өзі жазғандығы жағынан ешқандай шәк шубха күмән жоқ. Және бұл ақидасында ақидаға қатысты мәселелердің бәрін толығымен қамтып кеткен. Яғни біз осы себептермен иншалла осы имам Абу Джафар Тахауидің мәтінін таңдап отыр. Енді имам Абу Джафар Тахауи өзінің сөзін былай деп бастайды. Бұл имам Абу Ханифаның фуқаха ул-милла, ислам дінінің үлкен фақих уламаларының ақидасы деп бастайды. Имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың ақидасы деп бастайды. Оны иншалла қазір уақытымыз болып қалды, ендігі жолы иншалла оқып берерміз. Енді яғни бұл кісі оларды сипаттап жатқан кезде үлкен ғұламалар деп, ислам дінінің ғұламалары деп сипаттап жатыр. Себебі әрбір әхлі сүнна уәл жамаада болған адам бұл имамдарды жақсы көреді. Ол имамдарға тілін тигізбейді. Бұл имамдарды құрметтейді. Мысалы, үлкен имам Абу Джафар Тахауидің өзі ол кісілер жайында осындай сөз айтып жатыр. Ал енді екінші біреулер, басқа біреулер, кейбіреулер, имам Абу Ханифа хадисте әлсіз болған, хадис білмеген, ол 17 хадис қана білген деген сияқты жалған, еш ақылға сыймайтын сөздерді айтып жатыр. Және әртүрлі сипаттармен сипаттап жатыр. Яғни бұл кісілерге деген махаббат, өз әхлі сүнна уәл жамааның белгісінде бұл кісілерге деген махаббатпен де білуге болады. Кім ол кісі туралы не дейді? Себебі бұл кісілер
Ахлу Сунна вал Жамааның үлкен ғұламалары. Иншалла, Алла субхана ва тағала өмір жазса, бүгін жалпы кіріспе болсын дедік. Бұл ғылымның маңыздылығы жайында бұл кісімен таныстырып өттік. Иншалла, ендігі сабағымызда Алла субхана ва тағала нәсіп етсе, яғни ендігі дүйсенбі күні бұл кісінің мәтініне кірісеміз иншалла. Мәтініне кіріп, мәтінін оқып, иншалла шарх етуді бастаймыз. Және кімде-кім сол шархтан күмәнданып жатса, ол адам келуіне болады. Себебі мынандай бір кейде сөздер тарап жүреді. Олар шархтаған кезде бұрмалап шархтайды. Олар дұрыс емес, түсінік береді деген сияқты сөздер айтып жатыр. Сондай сөздерді айтып жатқан адамдар болса, ол адамдарға айтыңыздар. Келіңдер, мәтінін алып келіңдер. Арабша түсінетін адам болса, арабша түсінетін адамды алып келіңдер. Сөйтіп отырып, кім бұрмалап жатыр, қалай бұрмалап жатыр, иншалла біз әрбір сөзімізге жауап беруге дайынбыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк, бирахматика я архамар рахимин.